Ассалаумағалейкум достар, менің есімім Ерғали Дүйсен, бұл менің YouTube каналым. Осы әңгімені соңына дейін тыңдап, пікір жазып, маған тіркеліңіздер, мені қолдап отырыңыздар. Мұхтар Әуезов, Сыбанның моласы. Ел көксеңгірдің күнгейінде. Жайлауда жиын отырған көп ауылдың кешкі жылқылары суға келіп шығып, алды өріске кетіп бар жатқан мезгіл еді. Жаңа жамыраған қойлар дүниені у-шу қылып мазаны кетірген соң, біз ауыл иесі Жортар ақсақалмен әңгімелесіп, құдықтың желке жағындағы тастақ төбенің басына таман аяңдап келе жаттық. Оңтүстік жақ жазықта жапырлап отырған көп ауыл айналасында шұбыртып қыбырлап жүрген малдарымен бір қалыпты жасыл даланың түсін түрлендіріп, көз қуантып тұр. Көкжиектен асып бара жатқан күн ақырғы алтынды шұғыласымен далаға көрікті нұрын төгіп, ауылдың кешкі қызулы өмірін қызықтандырып тұрғандай. Төбенің басына таман көтерілген сайын, біздің көз алдымыздағы көрініс суреттің ауданы кеңейіп, қыр өмірі өзінің ең дырдулы шағын көзге елестеткендей болды. Даладағы мөлдір таза ауадан, сүйкімді суреттен көңілге белгісіз бір үміт кіргендей болады. Қиял кезеді. Көңілдің осы шағына не үйлесер еді деп ойлап келе жатқанда, көңіліме бұрыннан есте жүрген бір нәрсе түсті. Ол қасымда келе жатқан Жортар ақсақалдың ерте замандағы басынан кешірген бір әңгімесін тыңдау еді. Жортар жас шағында осы ортаның айдынды қолбасы, батыры болған. Ол кезде маңайдағы ел атағынан шошитын. Тыным тыныштықты білмеген, барымта, соғыс десе, алағызып қолды-аяққа тұрмайтын қызулы жас болыпты. Жортар мақталық, батырлығының үстіне ауызға ілінген найзагер болды десетін. Бұл сипаттың бәрін мен бұрыннан естігенімнің үстіне сол батырдың шал болып қартайған түсін көргенде, ұзақта алысқа кеткен ескі күннің көмескі түсі елестегендей еді. Сүйекті зор денесі апсаңғайланып, үлкен басы, келбетті түсі салқын сабырымен маңғазданып, туыстағы ірілігін бір көрген кісіге де білдіргендей. Көп бейнет, көп жылдардың ізіндей болып, бетіне түскен қатпарлы терең әжімдері ескі тентек күндердің таңбасы сияқтанады. Ұзақ жолда ыстық күннен оңғандай болып, сарғыш тартқан отты көздері, үлкен құлақ, кесек мұрны бұл адамды ескіліктің тірі қалған белгісіндей көрсетеді. Жортар ескінің шын сарқытыз деседі. Асымыздағы 2-3 кісімен дөң басына келіп отырған соң, көңілге алған тілекті айттық. Ақсақал басында әдепті жылы шыраймен, қарағым, көргеннің көбі көмескі тартып ұмытылып қалады ғой, еске түсет деймісің, деп аз отырды. Артынан қасымызға отырған Құдай берген ақсақал, айтып бер бір әңгімеңді балаларға. Енді бізге әңгіме айтқаннан басқа не қалды деп күлген соң, Жортар ақсақал бар әңгімесін айтпақшы болды. Батырдың ұғымды шешен тілімен айтқан әңгімесі мынау еді. Сендерге мен көрген соғысымды, ұрыс төбелесімді айтпай-ақ қояйын, деп бастап келе жатып, сары шақшасын суырып, өзімнің бір қатты қорыққан жерім болды. Соны айтайын, деді. Біз тыңдауға ыңғайланып, батырдың салқын жүзіне телміріп, айтыңыз, айтыңыз, дедік. Өздеріңдей жас шағым еді. Құлағы көрініп, аты естілген пәле болса, іздеп барып, соқтыға тұғын. Ол кезде көп қолмен көшкен елдей шұбатылып, кім жүреді дейсің? Ұзақ жорық болса да, көбінше жалғыз аттан атанбыз. Ал жүрсек, ай жүреміз, апта жүреміз, кейде талай айға шейін жоғалып та кетуші едік.
Жортуылға шыққанда көбінесе баратынымыз өр болатын. Тарбағатайдан асып барып, Қаракерейді, Семіз Найман, Мұрынды торыймыз. Бір жыл күздің күні сол жаққа қарай аттандым. Қарашаның кезеді. Өрге қарай жүріп, Сыванның ішіне жеткенімде, сол елдің бір Төбет деген батыр есіме түсті. Менімен кездесуге ізденіп жүр дегенді алдында естігенмін. Далада ұзақ жүріп еріккен соң, адап шыққан жауым ол болмаса да, бір шайқасып кетпек болып, бір түнде соның ауылының тұсына келдім. Сол жылы күз жаңбырлы болған. Түстен бері қарай бір мазасыз жауын дамыл алмай құйып тұрған. Кеш батқан соң, күн ашылама деп едім, ашылмады. Оның үстіне бір қара суық жел шығып, гүлдеп соғып, мазаны кетіре бастады. Түн көзге түртіп алса көрінбейтін тастай қараңғы еді. Бірақ бір қасиетім, қысқы ат құлағы көрінбейтін ақ боранда, жазғы тұнжыраған меңіреу қара түнде адасу дегенді білмеуші едім. Іздеген Төбеттің ауылының тұсына дәл келген екем. Аласұрып, ұйтқып соғып тұрған жел даусымен бірге, сол жел жағымда алыста жатқан қалың жылқының сарынын естідім. Астымда есік пен төрдей ақ бозатым бар. Өзі алысшыл, төкпектеп шабатын мақты жылқы еді. Шу деп салғанда кібіртіктеп шаба алмайтын. Әрбірден соң ұшқыр жылқының бәрі жетпеуші еді. Әлгі атым қатты жаңбырдан жиреніп, жөндеп жүрмей, ығысып келе жатыр еді. Бір мезгілде осқырып тұра қалды. Аттың жалына жатып қарасам, алдымда бір қарайған тұр екен. Біраз жүріп қасына келдім. Қарасам, 4 құлақты бейіт. Бір Сыванның моласы болса керек. Әлгеге келгенде өзімнен бір жағынан суық жел өтіп, бір жағынан су өткен соң, жаңбыр айыққанша осында тұра тұрайын. Күн ашылған соң, тәбетті тауып алармын деп аттан түстімде, жетектеп бейіттің аузына келіп, аққа қойдым. Шалбарды беліме байлап, өзім моланың ішіне кіріп, төрдегі бір бұрышына барып отырдым. Бейіттің іші тастай қараңғы. Көзге түк көрінбейді. Жел гуілдеп соғып тұр. Жаңбыр да басылмайды. Сатырлап жауып тұр. Бейіттің ішінде біраз отырып, бойым жылынған соң, қамшымды жерге тіреп, соған 2 қолыммен сүйеніп, басымды қойып отырып едім, қалғып кетіппін. Алдында бейіттің іші тіпті қап-қараңғы болып, көрдей азынап тұрған соң, алғашқы кірген жерде кішкене етім сескеніп еді. Артынан көзіме бөтен еш нәрсе көрінбеген соң, тынышталып отырдым. Бұрын әргім сондай кезде бейтті жерде жымпері, жестырнақ дегендер кездеседі дейтұғын. Бірақ ол жерде бұның ешбірінде ойыма алған жоқпын. Сөйтіп отырып, көзім ілініп кеткен екен. Бір мезгілде маған қарсы бір бұрышта бір нәрсе тырс еткендей болып еді. Қап-қараңғы меңіреу болып тұрған бейіттің іші жарқырап кеткен сияқтанды. Өзім ондайда сергек ұйықтаушы едім. Көзімді ашып алғанда ұйқым шайдай ашылып кетті. Әлгінің не пәле екенін біле алмадым. Жүрегіме қорқыныш кіре бастады. Бір ойдан, бұл мені айналдырып жүрген шайтан ғой деп ішімнен білген дұғамның бәрін оқып отырмын. Дыбыс шыққан жаққа барып, жөнін білуге де дәтім шыдамады. Төменшіктеп, бұққандай болып, көзімнің астымен қарап едім. Қараңғы бұрышта бір тіпті үлкен нәрсенің қарауытқан нобайы көрінген сияқтанды. Бұрынғыдан да шошынып, не қыларымды білмей отырып қалдым. Сол күйде
бір азғандай отырған соң, бір мезгілде әлгі тырс еткен дыбыс тағы шықты. Бейіттің іші әлгіден де жарық болып кетіп артынан бәсеңдегендей болды. Алғашқы кезде қарауға дәтім шыдамай бұғып қалып, артынан бәсеңдеген соң сол жаққа көзім түсіп кетіп еді. Құдай көрсетпесін, көзіме өзінің бұрын түсін көрмеген, атын естімеген бір пәле көрінді. Алғашқы көрген кезде жалмауыз дедім. Нобайы адамға ұқсамайды. Қап-қара, тарыдай жалаңаш, бойы еңгезердей үлкен, биіктігі кісі бойы қол сұғымдай, шашы бұрқырап тұр. Көзіме түскен әсіресе қорқынышты жері аузы. Ырсиып от болып, тістері ақсиып сойдиып тұр екен. Аузынан кәдімгідей от бүркіп тұр. Әуелге қараған жерде өзге ешбір жері көрінбейді. Қараңғы бұрышта қып-қызыл от болып жанып тұрған ырсиған ауыз, ақсиған тіс қана көрінгендей болды. Жалмауыз не айдақардың ауыз дедім. Зәрем кетіп қалды. Сөздің шыны керек, тұрайын десем, буынымды баса алатын емеспін. Тағы екі рет тырс етіп, жарқ-жарқ етті. Бір жолда ақырын қарап едім, тағы да от болып тұрған ауызды көрдім. Енді ол жаққа қараудан қалдым. Жердің тесігі болса, кіргендей боп басым төмен тұқырып, өзім бұғып, бір орнымда қатып қалыппын. Қозғаларға шамам жоқ. Қашан келіп басталар екен деп құрсылдем отыр. Атым әуелге жар шыққанда ішін тартып осқырып, атқып жөнелгенде шылбырды үзік бетіп қалған. Ойлап отырғаным ат емес. Қарудан найзамен шоқпарым бар еді. Оның екеуінде бейтке кірерімде сыртқа сүйеп қойып кеткем. Жалғыз ғана семсерім бар еді. Ол ішімде. Қанда болатын? Енді соны алуға да дәрменім келмеді. Қыбыр етіп қозғалсам, бас салатын сияқты қорқып отырмын. Уақыт сонда түн ортасының мезгілі ғана еді. Жел бұрынғыдай алай-түлей болып соғып тұр. Күн ашылған жоқ. Жаңбыр да шелектеп құйғандай болып сабалап жауып тұр. Әлгі бәленің түсін көрген сайын өлген жерім осы ғой. Жапан түзде бір айдаладағы моланың ішінде қаңғырып өлуге жазған екен ғой деп отырдым. Сөйтіп, зәрем кетіп отырғанда әлгі нәрсе қыбырлап, маған қарай қозғалғандай болды. Қарауға дәрмен жоқ. Бір суық пәле келе жатқан тек денем сезді. Иманымды айта бастадым. Бір мезгілде тырс еткізіп, дүниені жап-жарық қып жіберіп, қараңғыда құтырғандай қатты дауыспен ақырып келіп, иығымнан бас салды. Еңгезердей қап-қара болып үстіме төніп келе жатқанда, өзіме қарай созылып келе жатқан қолдарына көзім түсіп еді. Қолдарының ұзын салалы қап-қара саусақтары бүркіттің тұяқтарындай болып бүрісіп, тырысып, сіңірі тартылғандай көрінді. Қап-қалы келе жатқан қасқырдың аузындай ырсиып ашылған шеңгел түйіліп келе жатыр екен. Үстіме аюша ақырып келіп қона түскенде, сол шеңгелмен сүйектерімді ұсатады ғой деп отыр едім. Жоқ, олай тимеді. Тегеуріні қатты болса да, қолы адамның қолы сияқты. Иығымнан басып келіп, жұлқып сүйреп, әмірлі дауыспен ақырып, киіміңді тастап көрге кір, сен өлдің деді. Дауысы кісінің дауысы екеніне әбден көзім жетті. Сонан соң жүрегім орныға бастады. Сүйреуге айналғанда екі қолынан ұстап, алса түрегеліп, мен киімімді тастағанда сен киетін шығарсың. Мен туғанда да шешем еркек бала таптым деп қалжа жеген, Құдай ақта деп жағаласа кеттім. Мұнан кейін
Оның да менің де үнім өшті. Қараңғы бейіттің ішінде екеуміз шаппа-шап келіп, қапсыра құшақтасып, таласқан екі аюдай үн-түн жоқ сіресіп қатып қалдық. Ол да қыста, мен де қыстым. Жалаңаш еті басында ұстауға ыңғайсыз болып еді, құшақтап алған соң жақсы болды. Аздан соң ышқынып келіп, опыр-топыр болып, кезекпе-кезек қайрат қылып алысып кеттік. Байқауымша, күшімаған соншалық басым көрінбейді. Бір мезгілде қуатымды әбден жиып, жүрегімді тоқтатып алып, тік көтеріп алып, жерге қойып келіп жіберіп, кеудесіне мініп алдым. Өз-өзіме сүйсінуім әлей болды. Бағанадан қорыққаның ызасы үшін бір қолыммен кеңірден қысып, қалғандырып, бір қолыммен өкпеден қойып жіберіп, семсеріме ұмтылдым. Оны жан дәрмен суырып алып, қайнаған ашумен бауыздап жібергелі тамағына алып барғанымда, қараңғы түнде жарқ еткен семсерді көріп, «Ей, сен жортармысың? Жұдырығыңнан таныдым ғой», деді. Сол арада даусына мен де тани кетіп, семсерімді тастай бердім. Тоғай байындағы бура Алтаяқ деген батыр екен. Бұрын жорықта кездесіп бір бақырдан дәм татысқан тату едік. Мағанадан бері қорқып отырған тажалым сол болып шыққаны. Сөйтсем ол сыбанды тори келіп, бір күні күндіз елсіз таудың ішінде қарауылсыз бейғам жатқанда төбет келіп түсіріп алған екен. Соның қолында бір айдай тұтқында жатып, нақ сол күні түнде қашып шыққан екен. Түн суық, жауынды болған соң киімін ашар, тоңып, әдейі бейтті пана қыла келіпті. Мен келген соң, Құдай бір жұмсақ жемді берді деп, күш жұмсап, айламен алмақ болып, барлық киімін тастай қойыпты. Бойында қару жоқ, жалғыз бұйымы, елінен алып шыққан бір сауыт сіріңкесі бар екен. Әлгі бағана тырс етіп, жап-жарық боп кететін уақытта, соны шағып жіберіп, отымен аузына тығып үрлей қояды екен. Менің зәремді кетіріп жүрген ырсиған ауыз сол сіріңкенің кеселінен болып тұр екен. Ол күнде сіріңке қуды кім білген? От керек болса, шақпақ қуды тұтатып алып, жаға қоятынбыз. Сөйтіп мені қорқытып жүрген жаман сіріңке болып шыққаны деп. Ақсақал мәз болып күліп, әңгімесін тоқтатты. Бәріміз де ақсақалдың шын күлкісіне қосылып, қошеметтеп күлісіп, қас қарайып қалғандықтан ауылға қарай жүрдік.